бір сиыр сатып алады ғой, ана арам ақшамен да енді. Сөйтеді да қатты өкінеді да, қой бұл сиырды бір медресеге садақа қылып берейін деп Хажы Бекташтың медресесіне апарып берді дейді ғой. Сөйтіп Хажы Бекташ оның арам жолмен келгендігін біліп қояды да, ала алмаймыз медресеге, мұқтаждығымыз жоқ болған дейді ғой. Алмасаңыз дейді да, Мәулананың медресесіне барады ғой. Алады ол. Бірақ ол да әулие ғой негізі. Сіз нағып алып отырсыңыз. Ар жақта Хажы Бекташ алмай қойды, қабылдамай қойды дейді. Ол Хажы Бекташ дейді. Сұңқар ғой дейді ғой. Біз оның қасында қарғамыз дейді. Сұңқар нәжіске қонбайды дейді ғой. Ал біз сияқты қарғалар бәрін қабылдай береді дейді. Сиырдың егесі Хажы Бекташ қайттан барады ғой. Сіз бағана қабылдамай қойып едіңіз, балайша от салып жатқан сияқты ғой арасында. Ар жақта Мәулана медресесін қабылдады ғой дейді. Мәулана ол теңіз ғой деп айтты дейді ғой. Ал біз оның қасында бір көлшік су сияқтымыз дейді. Теңізге қанша нәжіс түссе де теңізді былғамайды дейді. Ал көлшікке кішкентай нәжіс түсетін болса быт-шытын шығарады дейді ғой. Шын ғалымдар бір-бір туралы тек қана не айтады? Жақсы сөз айтады екен ғой.